Бисмилля, уссалату уссаламу аля расулилля, әмма бә'ді. Исламдағы асыранды баланың өзінің туған әкесінің аты тегі берілу керек деген тақырыпты жалғастырамыз. Өздеріңіздің өтініштеріңізбен тағы да кеңірек ашыңыз деп өтініш қылдыңыздар. Бұл аят жоғарыда келтірген «Удуухум ли абаихим» асыранды балаларының өзінің туған әкесінің атымен атаңдар деп Алла тағала бұл аятты пайғамбарымызға тікелей қатысты түсірді. Өйткені пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Заид деген асыранды баласы болды. Ислам тарихынан білесіздер. Басында Заид ибн Мұхаммед, яғни Мұхаммедтің баласы Заид деп атады, және солай аталды сахабалар арасында. Кейіннен Алла тағала осы аятты түсіреді. Осы аяттан кейін Заид ибн әл-Хариса, Заид ибн әл-Хариса әл-Кәлби, яғни өзінің толық туған әкесінің аты берілді, яғни туған тегі берілді. Яғни асыранды екені білдірілді. Оның өзінің туған әкесінің атын атау арқылы. Бұл баланың ақысын жемеу, бұл баланың толық ақысына қатысты міндеттемелердің барлық нәрсесі өтірніктен дейін толық орындалуын қамтамасыз етті Алла тағала. Болмаған жағдайда асыранды бала өте көптеген қиындықтардан өтеді. Ол ақиқат нәрсе.